ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға деп Абай атамыз айтқандай, бойында асыл қасиеттері бар адам ғана ұстаз бола алады деп білемін. Шалықтап кетсе шаттана, шәкірт қияла, бәлімнің оғып бағасын бойға жияды. Бағалай білген ұстаздар, ардақты жандар, оралмай кеткен сағында алтын ұяна. Шәкірттеріме математика пәнін барынша өмірмен байланыстырып, мысалдар арқылы түсіндіруге тырысамын. Математика пәніне қызығушылығын ояту мақсатында үнемі ынталандырып отырамын. Мақсатым алған өнімдерін өмірде табысты қолдануды үйрету болып табылады. Мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Іліммен не бар бағала, ғаламда мәнді. Ұстаз ағалар үлгі боп, адамға мәңгі. Аядай мектеп өсірді, азамат етіп. Аяулы ұстаз әр сөзің санамда қалды. Bir үміт артып балаңа сенгенің үшін, бір сенім артып біздерге келгенің үшін. Сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін, мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деген Бауыржан Момышұлы атамыздың керемет дана сөзін әрқашан жадымда сақтаймын. Жаңа заманның мұғалімі рухани дамыған, креативті, жаңа технологияны меңгерген білікті маман деп білемін.